ұстаздарды жан шуағымен мерейлендірген ұстаз Аягүл Төреқызы туралы айтатын болсам, Аягүл Төреқызы менің өмірімдегі бағыт бағдар беруші асқақ тұлға деп айтар едім. Студент кезінен алғаш 159 гимназияның табалдырығын ұстаздық ретінде атқарған, одан кейін оқу ісінің меңгерушісі болған, жыл мұғалімі болған кездерім, сынып жетекшісі болған кездерімнің барлық артыма бір жүгіріп өтетін болсам, Аягүл Төреқызы жалғыз маған емес, қарамағындағы барлық ұстазға бағыт бағдар берген, олардың кәсіби дәрежеде өсуіне, әрқайсының бойындағы қасиетін бағалай көре отырып, бірнеше этаптардан өткізіп, талай белестерге жеткізгенін өз көзіммен көрдім. Сол жердегі алған тәжірибемнің арқасында басшы болуыма да себепкер болып, қазіргі таңда 7 жылға аяқ басты Айгүл Төреевнаның ықпалымен, Айгүл Төреевнаның тәрбиесімен, көрсеткен білімімен мен де мына абыроймен басшылықты атқарып келе жатырмын. Айгүл Төреевна туралы айтатын болсақ, өзгенің бойындағы қасиетті бағалай біліп, көре біліп, жалпы Қазақстанның маңдайына, біздің білім беру саласына маңдайына біткен ұстаз ретінде барлық ұстаздарға, білім саласындағы қызметкерлерге өзінің білімін ұштастырып, әлі күнге дейін тәжірибесін айтып келетқанына тәнті етемін. Әрбір баланы мектепке келген кезде ол баланы қарсы алатын, басынан сипап қоятын, құшақ жая қарсы алатын, сондай жан екендігі, қамқоршы жан екендігі, және олардың жаңағыдай республикалық немесе қалалық олимпиадаларға дайындық барысында өзінің батасын беріп, жоғары дәрежеде оған жол көрсететін темірқазық іспеттес болды.